Оқушылар, мен сіздерге қазір енді натурал саннан ондық жай бөлшекті азайтуды үйретемін. Мысалы қараңдар, 25-тен азайтайық, мысалы 4-тен 1-ді. Біз ол үшін 25-ті ұсақтайтынбыз. 24,4-тен 4 жазып аламыз дағы, азайтатымыз 4-тен 1-ді. Сонда бізде 24,4-тен 3 шығады. Енді бұның бір оңай жолы, бір лайфхак ұсынады. Қараңдар, яғни 25 натурал санынан 4-тен 1-ді алған кезде 25-тен 1-ді азайтамыз. Ол дегеніміз 24 болады. Бөлшектің бөлімін өзгерісі жазамыздағы, 4-тен 1-ді азайтамыз. Сонда 3 болады. Тағы да бір мысал, 62-ден азайтайық. Айттар өзі кез келген бір санды, мысалы 9-дан 5-ті дейді. Ол дегеніміз, яғни тура 62-ден 1-ді азайтқанда 61,9-ді өзгерісі жазамыз. 9-дан 5-ті алғанда 4-ке тең болады. Енді тура осылай етіп, өздерін 72-ден азайтып көріңдер, 8-ден 7-ні.